Аю және бал арасы туралы ертегі. Ертеде бір қалың орманда үлкен бір аю өмір сүріпті. Аю еріншек, бірақ тамақты қатты жақсы көреді екен. Бір күні орманда жүріп келе жатса, бір үлкен ағаштың қуысында бал толып тұрған ұяны көреді. Ұяның маңында бір топ аралар ұшып жүр екен. Аю балға қызығып кетті. Бір ғана шелек алып кетсем ештеңе етпес деп ойлайды. Аю ұяға жақындап, тырнағын салып, балды қаза бастайды. Сол сәтте бір ара аюдың тұмсығын шағып алады. Аю ызаланып бүкіл ұяны құлатпақ болады. Аралар бәрі бірден ұшып шағып, аюды жан-жақтан шаға бастайды. Аю долданып қашып кетеді, бірақ аралар соңынан қалмайды. Аю әрең дегенде өз ініне жетіп жасырынып қалады. Сол күннен бастап аю ешқашан араға тиісіп, балды ұрламайтын болды. Ол бір шағын нәрсе үшін үлкен жаза алуға болатынын түсінді.